Тақырыпты өтпестен бұрын біз бір мысалды қарастырайық. Мына жерде мынандай сандар берілген. Бұл сандар 60 оқушының үйден мектепке дейінгі жұмсайтын уақыттары көрсетілген. Минут есебімен. Мысалы, бірінші оқушы үйден мектепке дейін жұмсайтын уақыты 12 минут. Екінші оқушы үйден мектепке дейін 15 минут уақыт жұмсайды екен. Үшінші оқушы үйден мектепке дейін 16 минут уақыт жұмсайды екен. Тағы сол сияқты барлық оқушылардың үйден мектепке дейінгі жұмсайтын уақыттары көрсетілген. Бұл жерде сандар саны 60. Енді қараңыздар. Осы барлық сандарды бас жиынтық деп айтады. Мынаның барлығы 60 санымыз. Бас жиынтық деп аталады. Бас жиынтықтағы әрбір элемент, біздің жағдайдағы әрбір минутымыз варианта деп аталады. Варианталар деп аталады. Қараңыздар, мына жердегі әрбір уақыттарымыз варианталар деп аталады. Енді бізде есепте айтылған. Осы мәліметтерді пайдалана отырып, жиіліктің интервалдық кестесін құрыңдар дейді. Бізге құру интервалдық кестені. Алдымен біз түсініп алайық, жиілік деген екен, сосын интервалдық кестені құрамыз. Жиілік деп қараңыздар. Ол айтады, мысалы бізде 12 минут, мына жерде біздің бас жиынтықтың ішінде 12 неше рет кездеседі. Ол үшін сіздер 12-ні санап шығасыздар, неше рет кездесетінін осы жерден. Жақсы. Енді біз айтады, жиіліктің интервалдық кестесін құрыңдар дейді. Яғни интервалдық кестесі деген сөз, мысалы бізде 0 минут пен 9 минут аралығында қанша оқушы бар? Осы уақыт аралығында қанша оқушы үйден мектепке дейін жетеді? Яғни 0 минут пен 9 минут аралығында қанша оқушы үйден мектепке дейін жетеді? Келесі сосын 10 минуттан 19 минут аралығында қанша оқушы үйден мектепке дейін жетеді? Солай бөліп аламыз. Егер сіздерде сұрақ туындаса, неге 0 мен 9-ды алдыңыз, неге 0 мен мысалы 10-ды алмадыңыз деп сұрасаңыздар, ол бәрібір сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша ала беруге болады. Өздеріңіздің қалауы бойынша ала беруге болады. Егер кітапта немесе есепте айтылмаса, осыншама бөлікке бөл, немесе аралықтары осындай болсын деп. Жақсы. Алдымен біз интервалдық кестені құрайық. Ол үшін қараңыздар. Мен мұны алып тастайын. Мына керек жоқтарын. Алдымен бөліп алайық біз аралықтарды. Бізде бірінші болсын, ол 0 минуттан 9 минутқа дейінгі аралық. Келесі 10 минуттан 19 минутқа дейінгі аралық. Кәне айтыңыздаршы, осы жердегі ең ұзақ уақыт жүретін оқушы неше минут жүреді? Жоқ, мына біздің барлық сандарымыздың ішінен, мынау бас жиынтықтың ішінен ең ұзақ уақыт қандай екен бізде? 46. 46-тан үлкен жоқ қой дейміз. Демек біз 46
40-тан артық бізде уақыт жоқ. Демек біздің аралығымыз 50-ден аспау керек. Так, сонда 10-нан 19-ға дейін, 20-дан 29-ға дейін, одан кейін 30-дан 39-ға дейін, сосын 40-тан 49-ға дейін. Біз интервалдық аралықты жазып алдық. Интервалдық аралықтарды мына бізде интервалдарымыз. Енді бізге табу керек жиіліктерін. Жиілік. Енді қараңыздар, ол қарапайым табу 0 мен 9 минут аралығындағы 0 мен 9-ның арасындағы сандарды санап шығамыз. 0 мен 9-ды қоса алғанда. 0 мен... Қазір бірге санап шығайық, сосын қалғандарын өздері санайсыздар. Мысалы, бірінші сан 1, сосын 2, 3, 4, 5, тағы 6-шысы қайда? 5 ма? Мына жерде 8. Дұрыс, 6 екен. Сонда бізде 0 мен 9-ның арасында сандарымыз 6 екен. Дәл сол сияқты қалғандарын жазып шығамыз. Кәне, мынаны өздеріңіз жазыңыздар. Мына жерде неше жазу керек мен? Он мен 19-ның арасында неше сан бар екен? Орналасқан осы кестенің ішінде. Сандарымыздың ішінде. Жиырма алты ма? Жақсы, тексерейік соңында. Жақсы, 26 дейді. Мен сызбай ақ қойын. Сіздер осылай сызу керексіздер негізі. Жақсы, келесі 20 мен 29-ның арасындағы сандар. Нешеу? 20 мен 29-ның арасында орналасқан сандар саны. 20 мен 29-ның арасында сандар саны. Жақсы, 12 болсын. 30 бен 39 аралығында сандар саны. 30 бен 39 аралығында сандар саны. Тоғыз. Соңғысы 40 пен 49-ның арасында сандар саны. Бесеу болсын. Жақсы, енді тексерейік. Бізде барлық мына жер 6 ма? Тексерейік. Бізде барлық сандар саны, мен сіздерге басында айттым, олар бізде 60. Бізде 60 сан шығу керек. 6-ны қосамыз 26-ға, қосамыз 12-ге, қосамыз 9-ды, қосамыз... Так, 6-ны даже қосайық. 6-ны қоссақ та бізде бір жерде бір сан жетіспей тұр. Демек, біз бір жерде шатасып кеттік. Қараңыздар. 20 мен 29-ның арасын санап шығайық. Так, 20 мен 29-ның арасын. Так, 1, 2, 3, 4,
бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. Арасына шатастыңдар. Мына жерде бізде 12 емес 13. Мында 5 емес 6. Кәне өшіріп жаза қояйық сонда біздің қай жерде шатасқанымызды. Мында бізде сонда 13 екен, мында 6 екен. Жақсы, енді қосатын болсаңыздар, расында да 60 шығады. Біз жиіліктің интервалдық кестесін құрып болдық. Міне, мына кесте бізде жиіліктің интервалдық кестесі деп аталады. Келесі, таңдаманың арифметикалық ортасын табыңдар дейді. Арифметикалық ортасы. Арифметикалық ортасы сіздер білесіздер қалай есептеу керектігін. Сіздер мына жердегі сандардың барлығын қосып, санына бөлу керексіздер. Бізде мұнда олай істемеу керек. Бізде интервалдық кестені құрдық, осы интервалдық кестенің арифметикалық ортасын табу керек. Яғни мына жердегі мәліметтерді пайдаланып интервалдық кестені құрамыз. Ол үшін қараңыздар, бізге керек мына интервалдардың ортасы керек. Мына интервалдардың әрқайсының ортасы керек. Кәне бастайық. Интервалдардың ортасы. Интервалдардың ортасы 0 мен 9-дың ортасы нешеге тең? Қасып кетіңіздер. 0 мен 9-дың ортасы неге тең? Ол үшін сіздер қараңыздар. 0 мен 9-ды қосып 2-ке бөлесіздер. 0 қосу 9 бөлу 2 тең дұрыс 4,5. Келесі 10 мен 19-ды қосып 2-ке бөлгенде неше шығады? Дұрыс 14,5 екен. Келесі аралықтың ортасы неге тең? Интервалдың ортасы. Дұрыс 24,5. Келесі аралықтікі 34,5. Ал келесінікі дұрыс 44,5. Енді арифметикалық ортаны табайық. Арифметикалық ортаның формуласын жазайық. Арифметикалық ортаны былай белгілейді. X сызықша деп белгілейді. Тең. Алымына қараңыздар. Мына жердегі жиілікті көбейтесіздер интервалдың ортасына. Яғни 6-ны көбейтеміз 4,5-ға. Қосу. 26-ны көбейтесіңдер 14,5-ке. Та сол сәтті қалғанын жазып қояйық. 13-ті көбейтеміз 24,5-ға. Қосу 9-ды көбейтеміз 34,5-ке. 6-ны көбейтеміз 44,5-ке. Мен басында айтып кеттім, мына жердегі сандар саны барлығы нешеге тең? 60. Бөлеміз барлық сандар саны. Бізде ол 60. Тең. Енді есептеу керек. Калькулятормен есептейік. 6-ны 4,5-ға көбейтеміз. 27 екен. Қосу. 26-ны көбейтеміз 14,5-ға. Көбейтейік
34,5. Мүмкін солай. 377 екен. 377 қосу 13,13-ті көбейтеміз 24,5-ке. Болады 318 жарым екен. Қосу 9-ді көбейтеміз 34,15-ке. 310,5 қосу 6-ны көбейтеміз 44,15-ке. 267. Алымын есептеп алдық. Әрбір көбейткішті. Енді алымда қосу ғана қалды. Қосып шығайық. 267-ні қосамыз 310,15-ке. Оны қосамыз 318,15-ке. Қосамыз 377-ге. Қосамыз 27-ні. Шығады екен 1300. Алымында 1300 шықты. Енді 1300-ді бөлеміз 60-қа. 1300-ді 60-қа бөлместен бұрын бөлшекті қысқартып алайық. Мына жерде бізде 2,0-ді алып тастауға болады. Сонда қалады 130 бөлінген 6. Бұл бөлшекті тағы 2-ге қысқартуға болады. Мұнда 3 болады. Мұнда болады 65. Сонда бізде бөлшек шығады. Бұрыс бөлшек 3-тен 65. Бұл бөлшекті араластан айналдырайық. 65-тің ішінде 3 нешеу бар? 21 рет кездесе ме? 21 бүтін 3-тен 21-ді 3-ке өткен кезде болады 63. Ар жағында 2 жетіспейді. Қалдығы 2. Сонда бізде 21 бүтін 3-тен 2-ге тең екен. Сонда біздің таңдаманың арифметикалық ортасы 21 бүтін 3-тен 2-ге тең екен. Жауабы x сызықша тең 21 бүтін 3-тен 2. Есеп аяқталды біздің.